Сәлем достар, осындай бала кездегіндей қытырлақ, өте дәмді вафли дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қажет заттарды описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. 1 стакан қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менің стаканым ол 100 мг стакан. Одан кейін 1 стакан сүт, 100 грамм ерітілген сары май, кішкене қасықтың ұшымен ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 стакан ұнымызды қосамыз. Менде мына рецептке 1,5 стакан ұн кетті. Мен оны 2 бөліп салдым. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Мынандай түйіршіктері кеткенше жақсылап араластыру қажет. Қалған жарты стакан ұнымды қостым. Жақсылап енді араластырып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Жабыспашысын май жағамыз осылай. Менде осындай кішкентай ожау бар, сол ожаумен құямын. Бір вафлем әдемі болып шығады. Осындай үлкен емес, орташа формада шығады. Арасында қарап тұрамыз, қатты күйіп кетпеу керек. Вафлиді тездетіп алып орап, өз формасына келтіру керек. Бұл тез қатып қалады суыған кезде. Осылай мен трубочка түрінде жасадым. Міне вафлиларымыз осындай әдемі қытырлақ болып шығады. Трубочка ретінде немесе осылай 3 бұрышты қылып формада істесеңіздер болады. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.